Әйел адам күйеуін құрметтеу керек, өйткені жәннат күйеуінің аяғының астында. Ер адам әйелін құрметтеу керек, өйткені қияметте сол адам үшін жауап береді. Ер адам үшін жәннат анасының аяғының астында ғой. Сосын әйел адамға күйеуінің разылығын алу үшін сол күйеуінің ата-анасына қызмет қылған жақсы болады. Негізгі мына үйде мына кісінің айтып отқан нәрсесі бар ғой, бұл ана қара жұмыстың тынбай қалғанынан емес. Адамның арасында кек, бір-біріне бір көңіл толмаушылық басталады ғой. Осы кезде не болады? Кез келген нәрсе ұрысқа себеп бола алады. Мәселе шкафтың сүртілмегендігі, полдың жумандығы емес. Ода емес. Адам жалпы үйде ұрыс шығарғысы келді ма, болды әйтеуір бір нәрсені табады ғой. Неге мына тамақтың тұзы жоқ дей салады, болды сонымен ақ басталып кетеді. Әркім өз міндетін ұмытқаннан басталды. Сол ғана. Әркім өз міндетін білсін. Ер адамдарға айтып жатырмыз ғой. Әйел бұл саған ол ойыншық нәрсе емес. Қияметте біз көшедегі адамдарды айбай деп құрметтеп жатырмыз ғой. Бірінші отбасыңыздан сұраласыз. Ер адамдардың үлкен қателігін айтайын. Біз отбасыға келген кезінде қалай болсын солай сөйлесек болады деп ойлаймыз.